Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге өте оңай дайындалатын, әрі дәмді болып шығатын, ерекше себет салатын бірге дайындайтын боламыз. Видео рецепті міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Сонымен салатты жасауға кірісейік. Бізге қажетті заттар: 1 лаваш, салат жапырағы, 100 грамм сыр, 1 қызанақ, 2 қияр, аскөк және қайнатылған тауық еті. Ең алдымен лавашты осылай 2 бөлікке бөліп аламыз. Содан соң осындай шыны ыдысқа бірінші лавашты салып, түбіне аздап жұмыртқа жағамыз. Содан соң екінші лавашты салып, үстіне кесе саламыз. Лавашты осылай 150 градус қызып тұрған духовкаға 10-15 минутқа салып қатырып аламыз. Бос ыдысқа 2 қияр және 100 грамм сырды үткіштен өткізіп саламыз. Содан соң қайнатылған тауық етін осылай қолмен ұсақтаймыз. Және де салат жапырағында дәл солай қолмен ұсақтаймыз. Және де қызанақ пен аскөкті видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Дәміне қарай тұз және 2-3 қасық шамасында зәйтүн майын құйып араластырамыз. Лаваш духовкадан шыққан соң осылай өз формасын ұстап тұруы керек. Дайындап қойған салатымызды лавашты себеттің үстіне саламыз. Оңай жасалатын әрі ерекше болып тұратын салатты міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Салаттың бетін безендіру үшін грек жаңғағын сепсеңіздер де болады. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.